Жапония. Жоғарғы технологиялары және заманауи өмір сүру деңгейімен бүкіл әлемге танымал. Күншығыс елінде қылмыс деңгейі өте төмен. Бірақ бұл елде тек жапондарды ғана емес, бүкіл әлемді шошытқан бір оқиға бар. Мектеп оқушысын сыныптастары 44 күн бойы қорлап, бір күнде 20-дан астам ер адам зорлап, жалпы саны 500-ге жуық зорлау әрекетін жасаған. Жапон криминологиясының қазіргі тарихындағы ең қатыгез кісі өлтірулердің бірінің құрбаны мектеп оқушысы Дзюнко Фурута болды. Сәлем достар, эфирде сол кездер, менің есімім Нұрхат. Арнамызға жазылып лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Достар, ютубта көрсетуге болмайтын жаңалықтар мен жаға ұстатар сұмдық контенттерді сол кездер телеграм арнасынан көре аласыздар. Сайтама префектурасының Мисато қаласында күздің әдемі мезгілі еді. Шуақты күн болды. Жеңіл самал есіп, мектепте қоңырау соғылды. Дзюнко Фурута Яшиминами орта мектебінен сабақтан шықты. 11-ші сынып оқушысы, 16 жастағы ару, мектептегі үздік оқушылардың бірі. Ол ата-анасымен, үлкен ағасымен және інісімен бірге тұрды. 1988 жылдың қазан айынан бастап, қызы мектептен кейін ата-анасына көмектесе бастады және пластикалық қалыптау зауытына толық емес графикте жұмысқа орналасты. Ол мұны бітіруге және ақша жинау үшін жасады. Ол ішпейтін, темекі шекпейтін, жапондық құмар ойындарын ойнамайтын, сыныптастары оны жақсы көретін. Бұл жеткенде алда жарқын болашақ күтіп тұрғандай көрінді. Ол бәріне ұнайтын және Мияно Хироси де оған ұзақ уақыт бойы үмітсіз ғашық еді. Мияно Хироси әкесінің бандасына қосылған якудзаның 17 жасар ұлы. Жапон гангстерлерінен қорқатындықтан Сайтама префектурасында ешкім оларға қарсы шығуға батылы жетпейтін. Якудза мүшелерінің қоғамдағы орны мен олардың қоғамға ықпалын білетін Хироси өзін құдайдай сезінетін. Хироси мен оның достары Дзюнкоға мүлде ұнамайтын мектеп бұзақылары болды. Тіпті жастығына қарамастан жасөспірімдер қыздарды ренжітіп қана қоймай, зорлаған деген қауесеттер де бар еді. Ешкімнен қорықпайтын Хироси сұлу қыз өзінің махаббатынан бас тарта алмайтынына сенімді болды және онымен сөйлесуді жөн көрді. Олардың сыныптастарының айтуынша, Хироси Дзюнконы кездесуге шақырды. Бірақ қыз Хиросидің сезімін құрметтейтінін, бірақ кездесуге бармайтынын айтты. Кездесуден бас тарту жас жігіттің ашуын келтірді. Ол жоқ деген сөзді естуге дағдыланбаған және ол бас тартуды қорлау деп қабылдады. Өйткені якудзадан бас тартуға ешкімнің батылы бармайды. Тек кішкентай Фурута ғана жоқ деп айтудан қымсынбады. Мияно мұны қорлау деп есептеп, Фурутадан кек алуға шешім қабылдады. «1988 жылы 25 қарашада Дзюнко толық емес жұмыс күнін аяқтап, велосипедіне мініп, үйіне қарай бет алды. Бұл кезде екі жалқау, Хироси мен Синдзи Минато, Мисатодағы жергілікті саябақтың айналасында кімді ренжітерін білмей сандалып жүрді. Дзюнконы көрген Хироси оның бас тартқанына ренжіп, дереу досына кек алу жоспарын ұсынды. Хиросидің өзі тығылып қалды, ал оның досы Минато Дзюнкоға жүгіріп жетіп, оны велосипедінен итеріп жіберді де қашып кетті. Қыз құлап аяғын жарақаттап алған. Осы кезде көшеде кездейсоқ кетіп бара жатқандай кейіп танытқан Хироси жүгіріп келіп, оны көтеруге көмектесті. Ол оған үйіне дейін жаяу жүруді ұсынды. Ештеңеден қауіптенбеген Фурута сыныптасының ұсынысын қабыл алды. Бірақ үйіне жеткізудің орнына зұлым Хироси қызды ескірген қоймаға сүйреп апарды. Өзінің якудзамен байланысы туралы мақтан айтып, оны зорлай бастады. Егер көмекке шақырып айғайласа, бүкіл отбасыңды өлтіремін деп қорқытты. Өліммен қорқытып, байғұс қызды жақын жердегі қонақ үйге апарып, қайта зорлады. Қонақ үйден Хироси Синдзи Минато мен оның басқа достарына, соның ішінде Дзе Огура мен Ясуши Ватанабеге телефон соғып, оларды көңіл көтеруге шақырды. Түнгі сағат 3-тер шамасында Хироси Дзюнконы Минато, Огура және Ватанабе күтіп тұрған жақын маңдағы саябаққа апарды. Олар оның үйінің мекенжайын мектеп сөмкесіндегі дәптерлерінен біліп алды. Олар қызды қашуға әрекеттенсе, отбасын якудза өлтіреді деп қорқытты. Огура Хиросиден барлық достар зорлау мүмкіндігіне ие болу үшін қызды Синдзи Минатомен қалдыруын өтінді. Оларға кейін қаланың сансыз басқа да жастары мен гангстерлері қосылды. Жолдастар топтық зорлаудың осындай сәтті тәжірибесінен бұрында өткен болатын. Фурутаға дейін аз уақыт бұрын олар тағы бір қызды ұрлап әкетіп, зорлап, кейінірек тірі босатқанымен қаскөйлер жазасыз қалған. Ол қыздың да отбасын өлтіреміз деп қорқытқандықтан қыздан полицияға арыз түспеген.
Басында сыныптастары Дзюнконы қайта-қайта зорлап, бірақ кейін достар оны толығымен ұрлап кету қызығырақ болады деп шешті. Олар оны Токионың солтүстігіндегі Адачи ауданында Аясе көшесінде орналасқан Синзи Минатоның ата-анасының меншігіндегі үйдің жертөлесіне қамады. Жиырма 27 қарашада Дзюнко Фурутаның ата-анасы полицияға хабарласып, қызының жоғалып кеткенін хабарлады. Бұл оқиға жергілікті тұрғындар мен баспасөздің назарын аударып, қаскөйлер шошып кетті. Оған үйіне телефон шалып ғашығымен қашып кеткенін, жаңа өмір бастауды жоспарлап жатқанын, үйіне оралғысы келмейтінін айтқызған. Содан кейін полицияда қызды іздеуді тоқтатты. Жасөспірімдер үшін кедей қыз Дзюнко олардың ауру нәпсілері мен адам шошырлық қатыгездігін қанағаттандыра алатын ойыншыққа айналды. Тергеу мәліметтері бойынша, Дзюнконы ұрлаушылардың бірінің ата-анасы үйге келгенде, ұлдар қызды Хироси Мияноның құрбысы етіп көрсетуге мәжбүрлеген. Бастапқыда олар Дзюнко Хироси Мияноның құрбысы екеніне және оның үйінің жертөлесінде қатыгез ата-анасынан жасырынып жүргеніне сенімді болған. Бірақ ақырында олар не болып жатқанын түсіне бастады. 10 күннен кейін олар соққыға жығылған Дзюнконың қашып кетуіне көмектесуін өтіне бастағанда, болып жатқан сұмдықты толық түсінді. Бірақ олар якудзадан қорқып, оқушы қызды өз үйінде азаптауға жүрексіз жол берді. Жасөспірімдер алғашқы 10 күнде қызға бірінен соң бірі кезекпен және жабылып, 500-ден аса зорлық көрсеткен. Олар оны басқалардың көзінше шешіндіріп, мастурбация жасауға және жыныс мүшелеріне әртүрлі заттарды енгізуге мәжбүрлеп, көңіл көтерген. Бір кездері оны бір күнде кем дегенде 20 ер адам зорлаған. Олар байғұс қызбен суретке түсіп, оны өздерін ішуге және тарақан жеуге мәжбүрлеген. Олар оны қырындырып, жалаңаш билеуге мәжбүрлеген. Бірден бірнеше темекі шектіріп, бояу еріткішін иіскетіп, көп мөлшерде алкоголь, сүт және су ішкізіп, суық түннің ортасында іш киіммен ғана балконда қалдырған. Хироси Дзюнкоға жуынып ал деп бұйырды. Жігіттер уақытты белгілеп, бақытсыз қыздың ванна бөлмесін пайдалану үшін баспалдақтан төмен қарай 1 сағаттан астам уақыт түскенін көрді. Қыз жуынып болған соң, қаскөйлер оны зорлауды жалғастырды. Жігіттер қызды зорлаудан әбден қажып, тойып, әрі қарай ұрып соғудың қатыгездігі күшейе түсті. Азаптау басталғаннан 20 күннен кейін Дзюнко телефонға қолы жетіп, жедел жәрдем нөмірін теріп үлгерді. Бірақ жас якудза мұны көріп, Дзюнко ештеңе айтпай жатып телефонды тартып алды. Полиция қайта телефон соққанда, Мияно оларды қателік деп сендірді. Олар бұл үшін қызды жазалауды шешті. Олар оның аяғына жанғыш сұйықтықты құйып, өртеп жіберді. Оның бетін шырақпен және жеңіл отпен күйдірді. Содан кейін олар бөтелкені сындырып, оның жамбасына кіргізді. Нәтижесінде қыз көптеген жарақаттар алды. Бірнеше рет штанга тастарын ішіне құлатып, саусақтарын езді. Олар оны қайтадан өртеп, кейін өшірді. Сол күні байғұс қыз әрең аман қалды. Ол іші ауырып, су ішейін дегенде құсқан. Көптеген сынықтар мен жұқтырған күйіктерге байланысты ол қолдарын қозғалта алмады және дәретханаға бара алмады. Байғұс қыз Минатоның бөлмесінде еденде әлсіреген күйде жатты. Бойжеткен ішкі ағзаларының жарақатына байланысты зәрін ұстай алмай, сол үшін қайта-қайта соққыға жығылған. 30 күн өтті. Аяусыз жарақаттар қыздың сыртқы келбетіне әсер етпей қоймады. Уақыт өте оның беті ісіп, қарайып кеткен сонша, оны тану мүмкін болмай қалды. Ал жаралардың асқынуынан қыздың денесі шірей бастады. Қаскөйлерге жыныстық қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін жаңа құрбан қажет болды. Басқа 19 жастағы бейбақ қызға шабуыл жасап зорлаған. Ол қыздың жеке басы анықталмады. Дзюнконы азаптау жалғасты. Олар оған дәрет сындырып, оны төбеге іліп бокс тұлыбы ретінде пайдаланды. Асқазанын гантельдермен басып, бетін тас еденге ұрып соқты. Гольф таяқтарымен және темірмен ұрды. Аяғы қатты күйіп қалған қыз жүре алмады. Бамбук таяқтарымен ұрып соғылды. Қолдары жаншылды. Бейсбол таяғымен ұрып соғудан тырнақтары жарылған. Жасөспірімдер оның денесіне жағылған темекіні сөндіруді жалғастырып, қабағын ыстық балауызбен және оттықпен күйдірді. Олар оның жамбасына отшашуды салып, кейін оны жарған. Ақмақтар қыздың қынапшасы мен жамбасына тауық маринад қоспаларын шашып, қайшы, шегелер және ыстық шамды тығып, қыздың қансырауына себеп болды. Омырауын тістеуікпен жаншып, кейін сол жақ омырауын жұлып алып, қатты қан кеткен. Бұл жан түршігерлік тізім жалғаса берді.
Бұл адамдардың зұлымдығында шек болмады, және бұл туралы ең қорқынышты нәрселердің бірі осы сұмдыққа қатысқан адамдардың санының көптігі болды. Бұл әрекеттерге қатысқан қаскүнемдерден бөлек не болып жатқанын білетін адамдар да болды. Бұл сұмдық жоралғыны қала тұрғындарының тең жартысы біліп қатысқан көрінеді. 1989 жылдың 1 қаңтарында Дзюнко ісіп, қимылсыз, жартылай өлі денесімен жаңа жылды жалғыз қарсы алды. Құлақ қалқандары қатты зақымданып, ми көлемі түбегейлі кішірейген. 44-ші күн 1989 жылдың 4 қаңтарында садисттердің бірі Маджонгтен жеңіліп оралды. Ол азаптау камерасына айналған бөлмеге кірді. Мияны өзінің нашар көңіл күйі мен ашуын бокс тұлыбына айналған Дзюнкодан шығаруды ұйғарды. Бойжеткенде талма басталғанша ұзақ ұрып соқты. Көп ұзамай басқа азаптаушылар келді. Қыздың қаны қатты кетіп, күйген жараларынан ірің шығып жатқандықтан 4 бала қолдарына ластамау үшін полиэтилен пакеттер орап алған. Өлім аузында жатқан қыз садисттерден мені өлтіріп, бұл сұмдықты тезірек бітіріңдер деп өтінді. Олар оны ұрып соғуды жалғастырды және оның асқазанына темір гантельді бірнеше рет лақтырды. Олар оның санына, қолдарына, бетіне және асқазанына жеңіл сұйықтық құйып, оны қайтадан өртеп жіберді. Фурута сынған қолдарымен өртті сөндіруге тырысты, бірақ бірте-бірте қозғалуды тоқтатты. Соңғы азаптау 2 сағатқа созылды. Жасөспірімдер оның қиналғанын қызыға тамашалады. Фурута сол күні шок пен ауырсынудан қайтыс болды. Бір күн бойы 4 бала Дзюнконың өлгенін түсінбеді. Олар оны есін жоғалтты деп болжады. Бұл өте жиі болатын. Оның өлімі байқалғаннан кейін өлтірушілер мәйітті жоюға кірісті. Кісі өлтірген үшін жазаланудан қорыққан топ оның денесін көрпеге орап, сөмкеге салып қойған. Мәйітті жою үшін балалар оны 210 литрлік бөшкеге салып, цементпен толтырып, Токионың шетіне тастады. 1989 жылы 23 қаңтарда Хироси мен Огура желтоқсан айында 19 жасар қызды топтасып зорлаған үшін қамауға алынды. Наурыздың 29 күні олардың мекенжайынан әйелдердің іш киімі табылғандықтан 2 полиция қызметкері жауап алуға келген. Хиросиден жауап алу кезінде офицер әйел адамның өліміне байланысты ашық тергеу басталғанын айтып қалды. Дзюнко туралы айтып жатыр және Огура бәрін айтып қойды деп ойлаған Хироси бәрін мойындап, қатысушыларды айтып, полицияға қыздың денесін қайдан табуға болатынын айтты. Полиция бастапқыда Хиросидің берген куәлігіне таң қалды, өйткені олар Фурутаның ұрлануынан 9 күн бұрын орын алған басқа әйел мен оның 7 жасар ұлын өлтіруді меңзеп отыр еді. 1989 жылы 1 сәуірде Зе Огура тағы бір жыныстық зорлық-зомбылық жасаған үшін қамауға алынды. Содан кейін Дзюнко Фурутаны өлтірген үшін қайта қамауға алынды. Отанабе, Минато және Минатоның ағасы да қамауға алынды. Фурутаға зорлық-зомбылық жасауға қатысқан бірнеше басқа сыбайластар ресми түрде анықталды. ДНК сараптамаларынан кейін Тецуо Накамура мен Коичи Хара ұсталды. Хиросидің ата-анасына айып тағылған жоқ. Марқұмның ата-анасы қызын өлтіргендерге шығарылған үкімге қанағаттанбай, үйінде қылмыс жасаған сыбайласының ата-анасының үстінен азаматтық іс қозғады. Жәбірленушінің денесінен табылған шәует пен қылшықтар қамауға алынған жастардың ұрығы мен жамбас түктеріне сәйкес келмейтіндіктен, кейбір айыптаулар қайшы келетін дәлелдерге байланысты алынып тасталды. Іс күрделене түсті және якудзамен байланыстар пайда бола бастады. Сондықтан жәбірленушінің ата-анасын қорғайтын адвокат іске қатысудан бас тартты. Қылмыскерлер жәбірленушінің өліміне әкеп соқтырған дене жарақатын келтіру бойынша кінәсін ішінара мойындады, ал қасақана кісі өлтірудегі кінәларын мойындаудан бас тартты. 1990 жылдың шілдесінде қылмыскерлерге өте жеңіл жаза тағайындалды. Жапон стандарттары бойынша ұлдар кәмелетке толмағандықтан олар 4 жылдан 8 жылға дейін түрме жазасын алды. Сайтама префектурасында бұл іске якудзалар қатысты деген болжамдар кең тараған. Кейбір нұсқаларға сәйкес бұл зұлымдықтар жастарды якудзаға қабылдау жоралғысы болуы мүмкін делінеді. Болашақ якудзалардың аяушылық сезімдерін басып, қатыгездігін арттыру үшін осындай рәсімдер өтетін көрінеді. Олар әлде қашан бостандыққа шықты, ал кейбіреулері қайтадан түрмеге қамалды. Үкім шығару кезінде судья жәбірленушінің ерекше ауыр және жан түршігерлік зорлық-зомбылыққа ұшырағанын және Дзюнко Фурутаның 17 жасында өте қатыгездікпен өлтірілгені сонша, оның жаны азапта жүрген болуы мүмкін деді. Сот залындағы адамдар зорлау мен аяусыз азаптау туралы мәліметтерді естігенде есінен танып қалды.
Фурутаның анасы психикалық ауруға шалдыққан, ол психиатриялық емдеуді қажет етті. 2004 жылы Хиросиді шартты түрде босатудан бас тартты, бірақ 2007 жылы қаншер бостандыққа шықты. Басты кінәлі деп танылып 20 жылдық жазасының 17 жылын өтеген Хироси Мияно түрмеден шыққан соң атын Хироси Якаяма деп өзгертті. 2013 жылдың қаңтарында Хироси алаяқтық үшін тағы да қамауға алынды. Дәлелдер жеткіліксіз болғандықтан сол айдың соңында босатылды. Бостандыққа шыққаннан кейін Хироси анасының үйіне көшті. Содан бері ол жұмыс істемейді. 2018 жылы Хироси 32 жастағы ер адамды темір таяқпен ұрып, тамағын пышақпен тіліп өлтіргені үшін қайтадан қамауға алынды. Зе Огура 8 жыл кәмелетке толмағандар түрмесінде болды және 1999 жылы тамызда Зе Камисаку деген есіммен босатылды. Бостандыққа шыққаннан кейін Камисаку, яғни Огура, достарына Фурутаны ұрлау, зорлау және азаптаудағы рөлі туралы мақтанған көрінеді. 2004 жылдың шілдесінде ол өзінің танысы Такатоси Исононы 4 сағат бойы ұрып соққан үшін қамауға алынды. Бұл жолы Камисаку 7 жылға бас бостандығынан айырылды. Апелляциядан кейін Ватанабенің бастапқы жазасы 5-тен 7 жылға дейін ұзартылды. Түрмеден шыққан соң отбасын құрып, қазір тыныш, бақытты өмір сүруде. Минато отбасының кез келген уақытта көмекке шақыру мүмкіндігін былай қойғанда, Дзюнконың өмірін сақтап қалудың тағы бір жолы болды. Тергеу барысында анықталғандай, Коичи Ихара Дзюнконы зорлаған соң үйден шығып, інісіне жасаған қылмысын айтып мақтанған. Кешке қарай інісі әке-шешесіне ұрланған қыз туралы айтып, бірден полицияға хабарласқан. Хиросидің үйіне 2 полиция қызметкері жіберілді. Полиция келгенде Синдзи Минатоның ата-анасы Синдзи мен Набухару есікті ашты. Полиция алған ескерту туралы айтып, жертөледе ұсталған ұрланған қыз туралы сұрады. Минатолар мұндай сұмдық айыптаудан шошып кеткендей кейіп танытып, үйінде ондай ешкім жоқ екенін айтты. Олар Дзюнконың қорқынышты жағдайда екенін білсе де, полицияның үйге кіріп, қажетті жерді іздеуін талап етіп, ақылды қадам жасады. Полиция асығыс болды және мұндай мінез-құлық Минатоның үйінде бәрі жақсы екеніне жеткілікті дәлел деп санап, үйге кіруден бас тартты. Кейіннен 2 офицер де қоғамда елеулі қарсылыққа тап болып, ережелерді сақтамаған үшін жұмыстан қуылды. Сот процесінде Минатолар араласпағандығын айтты. Өйткені олар Хироси Мияноның якудзамен байланысы туралы білетін және жазалаудан қорқады, және өздерінің ұлы оларға барған сайын зорлық-зомбылық көрсете бастады. Егер олар адамдық танытқанда, Дзюнконың азабы 16 күнге созылып, алған жарақаттарынан айығып кетуі мүмкін еді. 1990 жылдың шілдесінде сот процестері басталып, негізгі кінәлілер бас бостандығынан айырылды. Олар сот шешіміне шағымданып, бас бостандығынан айыру мерзімі қысқартылды. Басты 4 қылмыскердің бірі 20 жылға сотталғанымен, ешкім өмір бойына бас бостандығынан айырылған жоқ. Қылмыскерлердің бірінің анасы Дзюнко Фурутаның бейітін қиратып, оны ұлының өмірін құртты деп айыптады. Басқа ондаған зорлық-зомбылық жасағандар анықталмады және сотталған жоқ. Қоғамдық қысыммен Минатолар отбасы үйді сатуды және Дзюнко Фурутаның отбасына $425,000 көлемінде ерікті ақшалай өтемақы төлейтінін жариялады. Үйді сату бірнеше жылға созылды, шу басылды, ақша төленбеді. Ақырында Минатолар ақшаны түрмеден шыққан Набухару, Ватанабе және Дзеге берді. Ер адамдар ақшаны қымбат сатып алулар мен көңілді кештерге демалуға пайдаланды. Ол кезде Мияно әлі түрмеде болатын, ал анасы ұлының бақытсыздығына кінәлі деп есептеп, Дзюнконың бейітін қорлауға бар күшін салған. 100-ге жуық адам Дзюнко Фурутаның тұтқынға алынғанын білген, бірақ ештеңе істемеген немесе азаптау мен зорлауға қатысқан. Қатысушылардың көпшілігі сыныптастары, жасөспірімдердің достары, кейбірі якудза мүшелері болды. Дзюнко Фурутаны жерлеу рәсімі 1989 жылы 2 сәуірде өтті. Оның достарының бірінің естелік үндеуінде былай делінген: «Қымбатты Дзюнко, қайта оралуыңмен мен сені осылай көремін деп ешқашан ойламаған ем. Сонша азап көрдің, қатты қиналған шығарсың. Мектеп мерекесіне тіккен бақыт пальтосы бәрінің көңілінен шықты. Мен сені ешқашан ұмытпаймын. Естуімше директор саған орта білім туралы аттестат сыйлады. Ендеше мектепті бәріміз бірге бітірдік. Қымбатты Дзюнко, енді азапта, қиындықта жоқ. Өтінемін, сабыр сақта». Дзюнконың болашақ жұмыс берушісі ата-анасына қыздың күйеуі керек болған қызметтік форманы берді. Форма оның табытына қойылды. Мектеп аяқталғанда Дзюнконың мектеп директоры ата-анасына қыздарының мектепті бітіргені туралы аттестатын табыс етті. Дзюнконың мәйіті табылған маңайдағы аймақ қазір Вакасу саябағына айналды.
1995 жылы бетон қабықтағы орта мектеп қызын өлтіру ісі атты фильм шықты. Оның өлімі аниме мен мангадағы көптеген сюжеттік желілерді шабыттандырды. Осы қылмыс негізінде 2004 жылы Хирому Накамура режиссерлік еткен Бетондағы мектеп оқушысы фильмі түсірілді. Қылмыс туралы кемінде 3 кітап жазылған. Сіздермен болған сол кездер арнамызға жазылып, лайк басып өтуді ұмытпаңыздар. Достар, ютубта көрсетуге болмайтын жаңалықтар мен жаға ұстатар сұмдық контенттерді сол кездер телеграм арнасынан көре аласыздар.